Енді финанс жағынан қайтып жұмыс тоқтатпаңдар, жұмыс істей беріңдер, ақша бөлінеді деді. Резервтен бөлдік деді. Енді резервтің ақшасын бөлейін десе, жаңағы казначейство жібермейді бізге ақшамызды. 9 ай жалақысын алмаған адам жұмыс істей ме? Жұмыс істей алмайды. Осы ауылда 13 000 гектар суармалық жер бар. Мына қазір 72 трансформатор тұр, скважина. Барлығы август айында осымен суарып жүрген шаруалар. Қазір бұлардың барлығын жауып тастады. Мына скважина насостарын орнатып, барлық нәрсесін қосып. Ерте август айында су тоқтайтын болса, шаруалар барлығы осымен суарып жүрген жылы өздері қытайский моторларын салып. Енді биыл ондай істей алмайды. Шаруалар қаншайым потеря етіледі, миллиардтаған қаржы кіріп кетеді. Өйткені өнім барлығы бізге тамыз айында су ішу керек біздерде. Енді су болмайды, ертең шаруалар кейін шу басталады. Сіздер рұқсат аламыз деп жүргендеріңізге уже 9 ба 10 ай болды. Мен бұл әңгімені білемін. Біз қашаннан бері айтып кеткендігін айтып жатырмыз. Сіздер бұл кісілер әлі шешкен жоқ. Бұл мәселені былтыр айтқан шешеміз деп. Сіздер рұқсат Екі өнім алуға болады. диқан ауыл Бар потенциал бар. Осын орда келсе, бұл диқандар дайын, екі өнім алуға. Қазір ауылда жастар қалған жоқ. Осы судыңа байланысты. Өйткені жердің барлығы миллиардтаған ақша шығады, ертең барлығы бос қалады. Жастар кеткен. Қазір ең ауылда жас менмін, жасым 57-де. Бұл жерде бірақ мәселе, анау ненің насостың светтің ақшасы ғой жаңағы. Ақша проблема бізге су керек. Енгізсеңіз 60%-дан 90%-ға дейін субсидия аласыз. Жайлап келіп жатырмын программаны. Сабыр сақтап. Қолға аламыз. Ертеңден 3 жыл болды осының тарас болып жатқанда. 12 ауылдың ішінде бір Иқан деген ауыл повышение тарифпен төлейді. Дұрыс па, өтірік па? Дұрыс па, өтірік па? Көп ауыл. Не үшін? Не үшін ондай? Біздер арнайы мында келіп отырмыз. Сен тапшы болатын болса, оны амалын табамын, беремін. Мойныңызға алыңыз.